Быйыл 500-ден астам адам баспаналы боламыз деп сан соғып қала жаздаған еді. Жылдың аяқталуына бірер күн қалғанда алданған тұрғындардың бір қатарының мәселесі шешілетіні белгілі болды. Жалпы быйылда құрылыс саласында оң динамика байқалады. 11 айдың қорытындысы бойынша 1,63 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Бұл дегеніміз 8 мыңнан астам отбасы пәтерлі болды деген сөз. Осыдан 2 ай бұрын Ақтауда салынып жатқан тұрғын үй кешеніне қыруар қаржысын салып ала алмай жүрген 500-ден астам адамның мәселесі жария болды. Араларында 15 миллион теңгеге дейін санап бергендер бар. Тырнақтап жиғанын бір күнде алаяқтарға беріп, алданып қалғандардың проблемасына жергілікті билік араласты. Сөйтіп келіссөзге тартылған 20 компанияның біреуі мәселені оң шешіп беруге келісті. Бұл қазір кезіндегі салымшылар мен жеке инвестордың өзара екі ортада келісім арқылы қазір шешіліп жатыр. 6 адамға қаражаттарын қайтару жұмыстары жүргізіп бастады кеше. Бұл енді облыс басшысының тікелей тапсырмасы. Пандемия барлық салаға салқынын тигізсе де, биыл өңірдегі құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілді. Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда 5%-ға өскен. Бюджет көлемі 169,7 миллиард теңге. Биыл мемлекеттік бағдарламалардың шарапатын көргендер көп. Мәселен, Нұрлы жер бағдарламасымен 7400 жанұя баспаналы болса, бақытты отбасы бағдарламасы аясында 162 отбасы тұрғын үйге қол жеткізді. Оның ішінде халықтың әлеуметтік осал топтарын баспанамен қамту мақсатында 130 жанұяға тұрғын үй сертификаты берілді. Бұл пайдалануға берілген тұрғын үйлердің 50% Ақтау қаласында салынған тұрғын үйлер болып табылады. Бұлар негізінен коммерциялық тұрғын үйлер, бұлар жеке құрылыс компаниялары есебінен жаңа шағын аудандарда жүргізіліп жатқан тұрғын үйлер құрылысы болып табылады. Бұған қоса шаңырақ пилоттық жобасы аясында Бессон 20 бағдарламасымен 172 пәтер берілді. Ал Жаңаөзендіктерге Ақтау қаласынан тұрғын үй беру үшін 150 пәтер бөлінді. Жетон 25 бағдарламасы аясында да 800-ге тарта өтінім мақұлданды. Жалдамалы тұрғын үй құрылысына биыл 2 миллиард 900 миллион теңге бөлінді. Несиелік тұрғын үй құрылысына 10 миллиард көлемінде қаржы республикалық бюджеттен бөлінді. Форт-Шевченко қаласында 72 пәтерлік бір үйдің, ал Батыр елді мекенінде 4 пәтерлік 20 тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Сонымен қатар көп балалы аналарға 153 пәтер сатып алуға қаржы бөлінді. Ал Аққу 3 шағын ауданы және 18-19 шағын аудандардағы тұрғын үй құрылысы келесі жылы аяқталады. Мөлдір Батырбай, Айгер Меманбаева, жаңалықтар.